үш азаматтың бірі Сейдахметов Асыл Жүсіпбектің баласы Жүсіпбекұлы, Орынбасарұлы Анарбек, Сейділлаұлы Әділ, үшеуі де уақытында осы Алланың қалауымен болады ғой, қай нәрсе болса да әйтеуір осы ауған соғысына қатысыпты. Иә, жай ғана қатыспаған, әйтеуір сол жақсы қырыменен көзге түсіп, абыройлы болып қайтыпты. Иә, пәленшенің баласы құрысын соғыстан қашып кетіпті деген әңгімені естірмей, елдің абыройын, өзінің абыройын бәрін ойдағыдай атқарып, елге аман-есен оралыпты. Иә, енді бұлардың еңбегі еленбей қалу мүмкін емес. Өйткені бұл соғысқа барғанның өзі ерлік қой. Сол ерлік істерін біз бүкіл келешек ұрпаққа, жас ұрпаққа біз жеткізуіміз керек. Оларды патриоттық рухта, отансүйгіштікте тәрбиелеуіміз керек. Оған мысалымыз, енді отан соғысында қатысқандардан ешкім қалған жоқ қазір біздің ауылда. Ендігі біздің енді алатын батырларымыз, үлгі ететін асылдарымыз осы жігіттер болады енді, Құда қаласа. Әсіл, Анарбек, Әділ деген азаматтар ескерілуге тиісті. Осының еңбегін біз насихаттауымыз керек. Иә, елге танытуымыз керек. Бұлар қарапайым елдің азаматтары ғой, ол мен өстім, мен бүйттім деп, мен ерлік жасадым деп еш уақытта айтпайды бұлар. Бірақ сол оғанға баруы, соғысқа қатысуы, соның барлығы ерлік. Мен енді Әсілді де білемін, Анарбекті де білемін, Әділді де білемін. Бұлардың барлығы әке шешесін білеміз. Елдің азаматтары қарапайым жігіттер болса да, осындай өскелең жасқа үлгі ететіндей ерлік жасаған азаматтар деп есептеймін. Бұлардың ерлігі еш уақытта ұмытылмау керек. Сондықтан да қарағым Әуезхан інім, сенің бұл әрекетіңді қолдаймын. Құда қаласа, бұлар жөнінде айтылуға тиісті, ары қарай жалғасын табуға тиісті. Иә, бұлар, мен сөздерін тыңдадым. Енді Әсілдің көзі жоқ, өмірден өтіп кетті. Екі жігіт бар ғой енді. Бұлар істеген істері жөнінде белгілі бір эпизодтарды, қандай соғысы, қай жерде бір болған уақиғаны баяндау керек бұлар енді. Олар әлі сол әшейін службаға бардық та қайттық дегенмен ғана шектеліп тұр. Ал енді қалай жаңағы дұшман дейміз ба, не дейміз ол жердегілерді? Дұшман деп жатушы еді ғой, талибандар қазірге батыр. Сол кезде де талибан болды ма білмеймін, сол қайсысы болса да солармен кездескені, иә, солармен теке тірескені, немесе аңдысқаны, иә, қоршауға түскені деген сияқты жағдайлар болса, солардың барлығын суреттеген дұрыс. Осы жігіттерден енді мен солай айтыңдар деп айтқанын қалар едім. Енді бұл үшеуіне нәсіл кетті, екі қалған екеуіне ұзақ өмір тілеймін. Иә, дені сау болсын, амандық болсын әйтеуір. Иә, мынау Анарбектің әкесі Орынбасар, елдегі қазіргі ақсақалдардың бірі. Иә, үлкен ұлағатты, ағайынға ақыл айтатын, иә, үлгі көрсететін ақсақалымыздың бірі. Енді Анарбек те енді жас емес, соғысқа қатысқан азамат. Енді біз осындай азаматтарды біз жарыққа шығаруымыз керек. Мектепте арнайы жаңағы өздеріне бұрыш арнап, иә, оларды дәріптеп, балдар білетін болсын, осылармен балдармен кездесу өткізіп,
осындай әрекеттер жасайық. Іске сәт айналайын Әуезхан. Құда қаласа бұл азаматтар ескерілетін азамат. Бұны хабарын беріп отқан, аудан бұны ескермей жатқанын айтып жатқан ана Сауранбайдың баласына рахмет айналайын. Көз ашық, көкірек ояу азаматтар елдің адамын өстіп көрсете беруіміз керек. Амандық болсын.